Сәлеметсіздер ме оқушылар? 3-те 1-ші есепте y тең x квадрат минус 6x қосу 5 формуласымен берілген парабола мен y тең 3x минус 3 формуласымен берілген түзудің қиылысу нүктелерінің координаттарын табыңыздар дейді. Біз алдыңғы тақырыпта бұндай берсе, осы уақытқа дейін біз графиктерін салып, бірінші параболаның графигін салып, екінші түзудің графигін салып, график арқылы қиылысу нүктесін тауып, сол нүктенің координаттарын таба алатынбыз. Ал бұл есепте бізде график арқылы деп тұрған жоқ. Олай болса, теңдеулерді теңестіріп, x-ті тауып, y-ті тауып, графиксіз ақ парабола мен түзудің қиылысу нүктелерін табуымызға болады. Ол үшін былай жасаймыз. Бірінші теңдеуден бірінші x квадрат минус 6x қосу 5, y тең 3x минус 1, мынау есептің берілгені. Біз енді x квадрат минус 6x қосу 5 тең 3x минус 3 деп аламыз да. Ары қарай шығарамыз. Мына 3x минус 3x болады. Минус мына 5 қой балалар. 5 минус 3 дұрыс. Минус 3 да плюс 3 болып барады. 3 екен мінекей. Минус 3 қарама-қарсылығымен плюс 3 болып барады. Сонда ақшамдасақ, минус 6x минус 3 екіміз минус 9x болады. 5-ке 3-ті қоссақ 8 болады. Келтірілген квадрат теңдеу шықты. Дискриминант арқылы түбірлерін тауып алатын болсақ, теңдеудің бірінші түбірі 8-ге, екінші түбірі 1-ге тең болды. Енді осы теңдеудің түбірлерін екі функцияға да, түзудің теңдеуіне де, параболаның теңдеуіндегі де x-тердің орнына қойып y-ті тауып аламыз. Бірінші x тең 1 болғанда, түзудің теңдеуіне қоятын болсақ, 3 көбейту 1 минус 3, 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 3-тен 3-ті алсақ 0 болады. Сонда x тең 1 болғанда, y тең 0. Дәл осы нүктені екінші теңдеуге апарып қоятын болсақ, x тең 1, y тең 1-дің квадраты, минус 6 көбейту қосу 5, y тең 1 минус 6 қосу 5, 1-ден 6-ны алсақ минус 5, минус 5-ке 5-ті қоссақ 0 болады. Олай болса, x тең 1 нүктесін түзудің теңдеуіне қойсақ та 1, 0 шықты. Параболаның теңдеуіндегі x-тің орнына қойғанымызда да x тең 1, y тең 0 теңдеу шықты. Ендеше түзу мен парабола осы нүктеде қиылысады екен. Енді 8-ді қоюды өздеріңіз шығарып көріңіздер.